Қайырлы күн, әріптестер. Үш тілділік бойынша мектеп әкімшілігімен ақылдаса отырып, Lesson Study зерттеу нысанына информатика пәнінен 8-ші Е сыныпта алдық. Информатика пәнінің мұғалімі Байбалақова Зейнегүл, мен топ модераторы Ырсалиева Нұргүл. Топ мүшелері ақылдаса отырып, сыныптың негізгі проблемаларын айқындап, оны жою үшін өтілген сабақтардың сәтсіз тұстарын анықтадық. Өзгерістер енгізе отырып, нұсқаулықтар беріп, сабақты жоспарлап, белсенді әдістерді қолдана отырып өтілген сабақты қорытындылай келе, салыстырмалы түрде оқушылар еркін ойларын жеткізе алатын, топпен жұмыс істей алатын, нақты мақсат қоя алатын, бағалауды практикада қолдана алатын, нәтижеге қол жеткізетін және пәнге деген қызығушылығы артқан оқушыларды байқадық. Қорыта келе, мұғалімдердің кәсіби шеберлігін жетілдіруде Lesson Study үдерісінің берері мол. Hello students, how are you today? Hello teacher, I am fine, thank you. And you? I am fine, thank you. Sit down. Are you ready today's lesson? Yes. Then let's start today's lesson. What date is it today? The 24th of April. What day is it today? Monday. Okay. Who is duty today? Who is absent? Ayush Khandashan and Hamidjan Mohammed. Okay, sit down. What was the home task? 4.6 and 5.1. Мәселелерді қалыптастыру. Мәселелерді қалыптастыру алгоритмінің трассировкасы. Өте жақсы. Олай болса, балалар сабағымызды бастайық. Now, I divide you into two groups. Click-PT программасы көмегімен қазір сендерді мен екі топқа бөлемін, балалар. Аяжан, Райынбек, Еділ, Ахран, Амина. Үйге 4-6 және 4-5 екі тақырып берілген болатын алгоритм трассировкасымен мәселелерді анықтау. Үй тапсырмасын балалар біз қазір мынандай әдіспен қайталап алайық, одан кейін жаңа тапсырма. Екі топтан екі оқушы келе қойыңдар. Стакан ішіне тапсырмалар бар, дайындалуға бір минуттан кейін скенер әдісімен сендерден үй тапсырмасын құраймыз. Түзету, қатені түзету бағдарламасы. Осы тапсырмаға балалар 2 балмен бағаланады. Түсініңдер ғой, сендерде қанша 4 сұрақ болса 8 балл. Сендерде 6 сұрақ болса 12 балл. Дұрыс болмаса ол бағаланбайды. Топ басшылары, қазір осы жерде топ басшыны сайын алайықшы. Мына топтан кім болады? Аяжан, мына топтан Диас, қазір Елік, Альбина. Қазір электронды түрде Аяжан мен Альбина, Амина. Орында отырып айта бере ғой. Алгоритмдер программалау дегеніміз не? Алгоритмдерді машина түріне аудару. Қандай программалау түрлерін білесің? Программалау түрлері Python, Pascal және Pass. Еділ. If else қандай аббревиатуралар болып табылады? Шартты таңдақталуды бақылайды. Ау? Шартты таңдақталуды бақылайды. Шартты тармақтаушы оператор if, else де. Отырауы өте жақсы. Топ басшылары бағалап отырамыз. Санап отырамыз очкомызда. Ақан. Итерация дегеніміз әрекетті қайталау. Python'da baz операторы дегеніміз не? Сөзбе-сөз еш нәрсе сақтамау үшін және қолданылады. Бос оператор ретінде. Бос оператор ретінде қолданылады. Бос оператор ретінде қолданылады, оны ешқандай есептей алмайды бұл оператор. Отырауы. Диас.
бұл қандай мағынаны білдіреді? Дыбыстық циклды. Дыбыстық цикл тағы да екінші мағынасы. Дыбыстық цикл содан соң Тізбек дегенді береді, цикл дегенді тізбек дегенді береді. Мәселені анықтау неше бөліктен тұрады? Мәселені анықтау 4 бөліктен тұрады. Мәселені тұжырымдау, құрылымдау, бағалау, негіздеу. Өте жақсы. Бұл қадамдық сұрақтық алгоритм тестировкасы дегенімізде бұл программаның қадамдары бойынша процесін орындау реті қателерді табу және де оны дұрыстау процесін, алгоритм, тестировка дейді. жақсы отыра ғой. Дебаг қандай мағынаны білдіреді? Дебаг қатемен жұмыс, түзету бағдарламасы. Олман сұрақтарын бітті ме, балалар? Мейірім. Келесі кім шықпады, сол айтамыз сұрақ. Келе ғой. Мәселені анықтау үшін қандай сұрақтарға жауап береміз? Біз не істей аламыз, не үшін істейміз, программа қандай болуы тиіс? Біз не істей аламыз, не үшін істейміз? не үшін істейміз, программа қандай болуы тиіс? программа қандай болу керек? Өте жақсы сұрақ. Балалар өте жақсы үй тапсырмасына жақсы дайындалған екендер. Жаңа мәселені анықтау 3 түрлі сұрақпен жауап беріледі дедік. Бірінші, біз мәселенің бастапқысы және нәтиже. Бастапқы мән мен нәтиже арасында не болу керек бізде? Нәтижеге жету үшін не істеуіміз керек біз, балалар? Нәтижеге жету үшін не істейміз біз? Мақсат қоямыз және мақсатқа жету үшін жұмыс жасаймыз. Жұмысты не деп айтамыз біз? Әрекеттер. Әрекеттер деп айтамыз. Біз нәтижеге жету үшін әрекет жасаймыз. Ал бұл әрекет программалау тілінде алгоритм деп аталады. Ал олай болатын болса, сендерге мынандай тапсырма, балалар. Алдыларында ақпарат жатыр және маркерлар жатыр. Алгоритмнің қандай түрлері бар, мақсатқа жету үшін, қандай қасиеттері бар, қанша түрде жазамыз. Бірінші топқа тыңдаймыз. Алгоритмнің түрлерімен жазуға болады. Яғни алгоритмнің түрлері үшке бөлінеді. Олар сызықтық, циклдік және тармақталу болып бөлінеді. Циклдіктің аудармасы cyclical болып табылады. Ол қайталанған бөлігі бар алгоритм болып табылады. Тармақталу ол branching out болып табылады. Ол арифметикалық теңсіздікті логикалық шарт ретінде көрсетеді. Ал ең соңғысы сызықтық linearity әрекеттер тізбекте орындалатынын сипаттайды. Келесі бізде алгоритмнің жазылуы, мұнда бізде графикалық символдармен бейнеленуі, ал келесі бізде программалар, software, программалау тіліндегі мәтіндер, ал келесі полдокодтар, псевдокодыз, шартты алгоритмдік тілді сипаттау. Тыңдадыңдар ма, балалар, сендер? Сұрақ қояйықшы бірінші топқа. Циклдіктің ағылшыншасы. Циклдіктің ағылшыншасы қандай? Жақсы отыра ғой. Келесі топ. Дайынсыңдар ма?
Алгоритмнің қасиеттері. Алгоритмнің 5 қасиеті бар. Анықталығы, жалпылық, нәтижелілігі, электрлілігі, түсініктілігі. Анықталығы аудармасы clarity, дәл бір мәнді болып келеді. Ал жалпылық generality, қадамдардың соңғы сандары үшін есеп шешу. Нәтижелілігі effective, есептерді шешу. Осы алгоритм жазылмасында осы 5 қасиет сақталып. Және де электрлілігі discrete, ал 5-ші түсініктілігі intelligibility атқару үшін болып табылады, және де сөздік табиғи тілде жазылады. Алгоритм бұл қойылған есептерді шешуге бағытталған әрекеттер тізбегі. Өте жақсы, отырыңдар. Енді екі топ осы тапсырма бойынша, осы постер бойынша тез бағалауды жүргізіп жіберейік. Екі топ бір-бірін бағалаймыз. Бір-бірлеріні қорғағандарында. Жақсы. Қазір біз осы тапсырма бойынша, осы тақырып бойынша кішкене түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жіберейін. Бүгінгі тақырыбымыз Today's topic is going to алгоритмді әзірлеу. Open your copy books, write down today's lesson. Алгоритмді әзірлеу. Алгоритмді әзірлеу. 5-те 2, 5-те 2 шығарып алгоритмді әзірлеу. Бүгінгі сабақта кездесетін терминдер тақтада тұрып алып тез жазып алатын дәптерге алгоритм бағдарламалау форматталған жүйелі блоксызға егер онда әйтпесе деген сөздері бүгінгі сабақтың негізгі термин сөздері болып табылады. Болып па? Егер болсақ тез компьютерға отырамыз, қосамыз компьютерді, Python программасына кіреміз, онлайн Pythonға тез тапсырма орындаймыз. Болды не балалар? Барлығымызда шықты ма? Барлығымызда шықса, орнымызға келейік. Are you tired? Yes. Let's do physical exercise. Stand up. Телефонымыздың интернетін тексеріп отырамыз. Қорытынды тест бойынша екі оқушыда 3 сұрақ дұрыс емес екен. Қалған оқушылар тесттің барлығына толық жауап берді. Бүгінгі сабақ түсінікті болды деген ойдамыз. Олай болатын болса балалар, бүгінгі сабағымыз осымен өз мәресіне жетті. Сабақты аяқтау үшін кері байланыс қазір жасап жіберейік. Алгоритм, бағдарламау, программинг, тармақталған бранчинг, жүйелі suggestion, блок схема, flowchart, егер онда айтпесе if then else. Окей, good. Альбина. Алгоритм, бағдарламалау программинг, тармақталған бранчинг, бағдарламалау программинг, тармақталған бранчинг, жүйелі suggestion, блок схема, flowchart, егер онда айтпесе if then else. Апай Мелик. Елеман. Алгоритм, бағдарламалау программинг, тармақталған бранчинг,
Өте жақсы балалар. Ал енді бүгінгі сабағымызды қорытындылау үшін қазір мына бүгінгі сабақ ұнады ма, белсенді болды ма, қызықты болды ма, тез мына стикерға жазамыз да тақтаға. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма 5-те 2-ші тақырып алгоритмді әзірлеу және қолдану деңгейіндегі есептерді шығарамыз. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. See you next lesson. Goodbye.